Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен мен Нұрайым. Керемет дамды болып шығатын, ең нәзік болып шығатын балды торттың, медовик тортының рецептімен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамай, менімен бірге болыңыздар. Водяная баняда ең алдымен медымызды кішкене ертіп алатын боламыз. Сонан соң 2 шай қасық ас содасын салып, цветі өзгергенше араластыра отырып, осы буды ұстайтын боламыз. Мінекей жайлап осылай өзгереді түсі. Мен бұдан да қоңыр қылып аламын. Мен достар 72%-ық май қосамын. Мінекей осындай түске енгенше біз алдымен мед пенен соданы араластыратын боламыз. Сонан соң үстіне 180 грамм осы 72%-ық майымызды қосып ертіп алатын боламыз. Будан түсіріп суығанша күтеміз. Ыдысымызға 4 жұмыртқаны шағып, үстіне шекерімізді қосып, жақсылап көтерілгенше массамыз және де ағарғанша жақсылап миксерлейміз. Сонан соң осы суып тұрған массамызды үстіне құямыз жұмыртқамыздың. Жақсылап бір миксерлеп аламыз бір келкі масса болғанша. Сонан соң ұнымызды міндетті түрде електен өткізе отырып, аз-аздан қосатын боламыз. Ұнымыздың барлығын қосып, бір келкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Коржымыздың массасы дайын болды. Мінекей бірден пісіруге кірісу қажет. Осылай дайын күйінде сіздерде көп ұзақ тұрып қалмасын. Міндетті түрде бірден пешке пісіріп, бірінен соң бірін пісіріп алу қажет болады. Пергамент қағазынан мен Паклан деген пергамент қағазын пайдаланамын. Өте жақсы, жабыспайды және де бірнеше рет қолдануға болады. Менде бұл жерде 26 сантиметр торт пісіріп жатырмын. Алдын ала пергамент қағаздарын дайындап, менде бұл тестіден 7 дана корж шығатын болады. Егер сіздерге қиын болса, міндетті түрде жаңа алдын ала пергамент қағазын дайындап, бірдей етіп салып шығыңыздар. Егер де жаңа тең болмай қалады деп ойласаңыздар, мен үнемі жасап жүргендіктен көз мөлшермен салып барлығын жасап пісіріп алдым. Корждарыңыз тым жұқа да, қалың да болмасын, орташа қылып жасаңыздар. Корждың піскенін жаңадай қолымызды басамыз ғой, сол кезде қайттан орнына келсе, сол пісті деген сөз. Өте тез пісіп шығады. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 3-4 минутта бас аяғы пісіп шығады. Ыстық күйінде міндетті түрде кесіп аламыз. Менде барлығы 7 корж болды. Міндетті түрде жақсылап суысын. Сонан соң пайдаланамыз. Бір коржды мен жаңа торттың сыртын қаптауға үгітіп алып қоятын боламын. Достар, енді біз тортымыздың кремін дайындауға кірісетін боламыз. Бұл жерде менде қайнатпалы крем. Қайнатпалы кремнің рецептін мен өткен жолғы видеоларымда көрсеткен болатынмын. Уақыт алмас үшін бұл видеода көрсетпедім. Описание бөліміне міндетті түрде ссылкасын қалдырып кетемін. Сол жақтан қарап алыңыздар. Формасын өте жақсы ұстайды. Керемет дәмді болып шығатын қайнатпалы крем. Міндетті түрде менің рецептімен жасап көріңіздер. Бұл жерде қайнатпалы кремнің салмағы менде 685 граммдай болып шықты. Осының үстіне біз сапалы қаймақ пайдаланыңыздар. Неғұрлым қаймақтың майлылығы жақсы болса, соғұрлым дәмдірек болып шығады кремдеріңіз. Бұл жерде мен 400 граммдай қаймақ қосқан болатынмын. Осындай бізде масса шығу қажет. Тым сұйық болып кетпесін, соған назар аударыңыздар. Қою болып қалмасын. Қою болғаннан сұйығырақ болған жақсы, бірақ та. Достар, енді біз тортымызды жинауға кірісетін боламыз. Ең алдымен әрбір корждарыңызды осылай шанышқының көмегімен тесіп алыңыздар. Сол кезде крем жақсы сіңеді коржға. Сонан соң бір біртіндеп сала отырып, 2 ас қасық крем қосып, ортасына 2-3 ас қасықтай шамамен қосасыздар. Сала отырып, кремімізді, тортымызды жинаймыз. Жан-жағын жақсылап осы кремменен қаптап, сонан соң жаңағы үгітілген корждың ұнтағыменен қаптап шығатын боламыз.
Достар, мен ұнтақты оқтауменен жасадым. Сіздерде егер арнайы жаңа блендер болып жатырса, сонымен ұнтақтап алсаңыздар болады. Жақсылап тортымызды қаптаймыз. Сонан соң тортты міндетті түрде салқын жерге 2 сағаттай, 3 сағаттай қойып алыңыздар. Сонан соң ұсынатын уақытта міндетті түрде бөлме температурасында тағы да 2-3 сағаттай тұру керек. Сол кезде креміңіз сіңіп, өте жұмсақ болып шығады. Менің рецептіммен міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей тортымыз өте әдемі болып көрініп тұр, бір тегіс болып шықты. Енді үстіне осындай нетающая сахарная пудра деген болады. Кондитерлік магазиндерде сатылады. Сонымен әдемі етіп тортымыздың бетін әсемдейтін боламыз. Дамы, енді керемет өте жұмсақ торт болды. Достар, міндетті түрде менің арнама жазылып, қолдап, комментарий жазып кетіңіздер. Қазақ тілді арнаны қолдап, менің каналыма жазылыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Нұрайым. Әзірге сау болыңыздар.